Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында дайындалатын сірне немесе екінші атауы дымляманы дайындауды үйренеміз. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ет, қойдың жамбас майы, көкөністер өз қалауларыңыз бойынша және де дәмдеуіштер қажет болады. Сірнені дайындауға қажетті көкөністерді осылай турап аламыз дайындап. Қазанымызға жұқа етіп дайындалған қойдың жамбас майын жайып аламыз. Кейін етімізді салып, дәміне қарай тұз саламыз. Бұл тағамға өз қалауларыңыз бойынша көкөніс түрін қолданып дайындасаңыз болады. Етіміздің үстіне пияз және лавр жапырағын салатын боламыз. Мен пиязға ақ желкенді қостым, оны өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Кейін үстіне картобымызды саламыз. Осы ретпен дайындасаңыздар өте дәмді болып шығады. Кейін сәбізімізді салып, жарты ас қасық тұзымызды саламыз. Кейін сарымсағымызды салып, тәтті бұрышымызды саламыз. Қызанағымызды салып, дәміне қарай қара бұрышымызды салып, сыртын орам жапырақпен басып шығамыз. Жарты ас қасық тұзымызды салып, қатты отта 20 минутқа қойып, қалған 1,5 сағатта газымыздың астын жай қойып, тағамымызды пісіріп аламыз. Сірнеміздің піскенін орам жапырақтан білеміз. Егер орам жапырақ жұмсақ болып піссе, сірне дайын болды деген белгі. Иісі мұрын жаратын, тәбетінді ашатын сірнеміз дайын болды. Рецепт егер сізге ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар.